Күніне 1 килограмм салмақ тастағың келеді ме? Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздерге соңғы кезде көп айтылып жүрген чия дәнінің пайдасы туралы толық айтып беремін. Чия дәні өте кішкентай болғанымен адам ағзасына өте пайдалы суперфрут. Оның құрамында клетчатка, омега-3 майқышқылдары, ақуыз, кальций, магний сияқты пайдалы дәрумендер мен минералдар бар. Ең алдымен чия ас қорыту жүйесіне өте жақсы әсер етеді. Ол ішек жұмысын жақсартып, іш қатудың алдын алады. Сонымен қатар чия суға салынғанда ісініп, асқазанда көлемін үлкейтеді. Сол себепті адам ұзақ уақыт тоқ жүреді. Осы қасиетіне байланысты чия арықтағысы келетін адамдарға өте пайдалы. Тәбетті азайтады, артық тамақ жеуге жол бермейді. Чия дәні жүрекке де пайдалы. Оның құрамындағы омега-3 майқышқылдары холестеринді төмендетуге, қан айналымын жақсартуға және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар чия қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Сол себепті қант диабеті бар адамдарға да пайдалы. Чия дәнінде кальций көп болғандықтан, ол сүйек пен тісті нығайтады. Әсіресе сүт өнімдерін аз тұтынатын адамдар үшін өте жақсы таңдау. Тағы бір айырмашылығы, чия ағзаға энергия береді, шаршауды азайтады. Сондықтан спортпен айналысатын адамдарға да пайдалы. Чияны пайдалану өте оңай. Оны суға немесе сүтке 1-2 ас қасық салып, 15-20 минутқа немесе түнге қалдырып ішуге болады. Сондай-ақ чияны йогуртпен, ботқа, смузи немесе салатқа қосып пайдалануға болады. Бірақ ескеретін бір жайт бар. Чияны құрғақ күйінде көп мөлшерде жеуге болмайды. Күніне 1-2 ас қасықтан артық қолданбаған дұрыс. Егер де бұл ақпарат сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.